Сіз күнде шаршайсыз ба? Ұйықтадым дейсіз, бірақ таңертең тұра алмайсыз, иә? Салмағыңыз өздігінен өзіңіз артты ма? Тамақ ішпесеңіз де, шашыңыз түсіп жатыр ма? Терінің кебуі, суыққа шыдамсыздық, жаттың нашарлауы секілді симптомдар бар ма? Адамдар мұны жас, стресс немесе шашаңдықпен байланыстырады, ал шын мәнінде бұл сіздің қалқанша безіңіздің дабыл беруі болуы. Қалқанша безі дененің ең аз танылған бірақ ең маңызды органдарының бірі. Ол бұзылса, бүкіл ағзаңыз бұзылады. Жүрегіңізден бастап, сіздің ойлау қабілетіңізге дейін. Бүгін мен сізге қалқанша безінің бұзылуының 8 жасырын белгісін, себептерін, медикаментозды және медикаментозды емес емдеу жолдарын дәрігер ретінде толық айтамын. Соңына дейін тыңдаңыз, бұл өте маңызды. Сәлеметсіздер ме? Дана мен денсаулыққа каналының көрермендері, мен Суханберлиева Дана Асқарқызы, жалпы тәжірибелік дәрігермін. Осы каналда сіздерге денсаулықтың ең маңызды мәселелерін қарапайым, анық тілмен бөлісіп отырамын. Егер бұл каналда бірінші рет болсаңыз, жазылыңыз және қоңырауды басыңыз. Денсаулыққа қатысты маңызды ақпараттар үнемі жарияланып тұрады. Бүгінгі тақырып қалқанша безінің бұзылуы. Бұл тақырып әсіресе әйелдерге өте өзекті, себебі статистика бойынша қалқанша безінің ауруы әйелдерде еркектерге қарағанда 5-8 есе жиі кездеседі. Бүгін біз сөз етеміз, қалқанша безі не үшін керек, оның бұзылуының 8 жасырын белгісі қандай, гипотериоз бен гипертиреоздың айырмашылығы қандай, медикаментоздық емес емдеу және өмір салты тамақтану жолдарын айтамыз. Одан бөлек медикаментозды емдеу, дәрілер туралы жалпы ақпарат және қашан дәрігерге барудың уақыты келді екенін айтатын боламын. Ендеше бастайық. Ендеше ең алдымен қалқанша безі қайда орналасқан және не үшін керек? Қалқанша безі мойынның алдыңғы жағында, тіл астында орналасқан кішкентай Н немесе қанатты көбелек тәрізді орган. Салмағы тек 20-30 грамм ғана, бірақ оның рөлі өте орасан зор. Қалқанша безі тироксин, Т4 және трииодтиронин, Т3 деп аталатын гормондарды өндіреді. Бұл гормондар дененің барлық жасушаларына әсер етеді. Зат алмасу жылдамдығын реттейді, жүрек соғысын бақылайды, дене температурасын ұстайды, ми мен жүйке жүйесінің жұмысын реттейді, бұлшықет пен сүйек тінінің дамуына қатысады және ас қорытуды бақылап отырады. Дәрігер ретінде айтамын, қалқанша безі дененің дирижері десек болады, ол дұрыс жұмыс жасамаса, оркестр бүтіндей бұзылады. Ал қалқанша безінің ауруы кімдерде жиі болады? Бірінші кезекте әйелдерде, жалпы популяцияның 10-15%-ында бар. Жасы 35 жастан асқандарда, отбасылық анамнезінде осы қалқанша безінің аурулары бар әйелдерде, йод жетіспеушілігі бар аймақтарда тұратындарда, Қазақстанның кейбір аймақтары бізде осыған жатады. Ендеше белгілерге келейік, мұқият тыңдаңыз. Бірінші белгі бұл себепсіз салмақ өзгерісі. Сіз дұрыс тамақтанасыз, режиміңізді бұзбайсыз, бірақ салмағыңыз немесе арта береді, немесе кенеттен азая береді. Бұл не болған десеңіз, дәрігер ретінде айтсам, зат алмасу жылдамдығын бізде қалқанша безі реттеп отырады. Егер без жеткілікті гормон өндірмесе, бұл гипотериоз деп аталады, зат алмасу баяулайды, калориялар керісінше жанбай қалады, салмақ артады. Тіпті аз жеген кезде де. Егер без тым көп гормон өндірсе, бұл гипертериоз деп аталады, зат алмасу жылдамдайды, адамның салмағы азаюы мүмкін, тіпті жақсы тамақтанса да. Тәжірибемде осындай шағыммен келген пациенттердің бірнешеуінде дәл осы диагноз қойылып жатыр. Олар жылдар бойы диетада отырды, бірақ нәтижесі болмай қалған кездер болды. Себебі мәселе тамақта емес, қалқанша безінде деді. Не істеу керек десеңіздер, салмақ себепсіз өзгерсе, ТТГ, Т3, Т4 гормондарына қан тапсырыңыз. Екінші белгі жеңілмейтін ұзақ уақыттық шаршағыштық, ұйқышылдық болса, сіз мысалы 8-9 сағат ұйықтайсыз, бірақ таңертең тұрдыңызда жүдеу сезінесіз, өзіңізді шаршаңқы сезінесіз. Күні бойы ұйықтағыңыз келеді, жай ғана отыру немесе жатып қалу сіздің үлкен арманыңыз болуы мүмкін. Дәрігер ретінде айтсам, гипотериоз кезінде қалқанша безі гормондары аз болғандықтан жасушалар жеткілікті энергияны алмайды өзіне, дененің жұмысы баяулайды, энергия өндірісі азая береді. Бұл шаршаңқылықтың кәдімгі шаршаудан айырмашылығы, демалсаңыз да кетпейді, кофе ішсеңіз де қуат бермейді, демалыс күндері де өзіңізді шаршаңқы
сезінесіз. Маңызды ескерту айтсам, бұл белгіні депрессиямен шатастыруға болады. Кей жағдайларда тәжірибемде депрессия диагнозымен жүрген науқастарды кейін қалқанша без жетіспеушілігі анықталған жағдайлар болып жатыр. Үшінші белгі температураға шыдамсыздық десем болады. Бәрі жылы ортада отырған кезде сіз тоңып отырасыз ба? Немесе бәрі салқын бөлмеде отырғанда сіз керісінше ыстықтап, терлеп отырасыз ба? Бұл да қалқанша безінің сигналы болуы мүмкін. Гипотереоз кезінде, яғни гормондар аз бөлінген жағдайда зат алмасу бізде баяулап кетеді, сәйкесінше дене жеткілікті жылуды өндіре алмайды. Соның нәтижесінде суыққа шыдамсыздық болады. Жаз күнде кейде жүн шұлық кигіңіз келіп отыратын кездер болады. Екінші, гипертереоз кезінде гормондар артық бөлініп жатады. Сол кезде бізде организмде зат алмасу процесі жылдамдайды, дене артық жылу өндіреді. Соның нәтижесінде ыстыққа шыдамсыздық, шамадан тыс терлеу болады. Дәрігер ретінде айтсам, клиникада жиі кездестіргенім, яғни пациент бір жер жалпы бөлмеге кіреді, мұнда суық, жауынды ма деп сұрайды. Сол кезде гормон тапсыруға өтініш беремін, сол нәтижесінде гормондары өзгерістер бары анықталды. Төртінші белгі шаштың түсуі болады және тырнақтың сынғыштығы болады. Бұл әйелдерді ең алаңдататын белгілердің бірі. Шаш жастықта, душ кезінде, тарағанда күнде уыстап түсіп жатады. Тырнақтары сынғыш болады, жұқа болады, тез сынғыш болады. Дәрігер ретінде айтсам, біздегі тироидтық гормондар шаш фолликулалары мен тырнақтың жалпы құрылымының жасушаларына тікелей әсерін береді. Гормон аз болса, жасушалар жеткілікті қоректенбейді, соның нәтижесінде шаш түсетін болады. Маңызды ескерту, шаштың түсуіне анемия, гормоналды өзгерістер, стресс те себеп болуы мүмкін, бірақ егер шаш түсуімен бірге жоғарыдағы белгілер болса, қалқанша безін бір тексеріп көргеніңіз дұрыс. Косметологқа, дерматологқа жыл сайын барған пациент болды, шаштың түсу себебін таппаған болды. Сөйтіп, ТТГ тапсыру нәтижесінде науқаста гипотереоз шықты. Дұрыс ем тағайындалған соң, оның жалпы шашы бұрынғыдай түспейтін болды. Бесінші белгі жадтың нашарлауы және ойдың бұлыңғырлануы. Дәрігерлер мұны бізде ми тұманы деп атайды. Сіз сөйлеп жатып сөз ұмытасыз ба, немесе не айтпақ болды едім деп кейіннен ұмытып қаласыз ба, жай нәрселерге жауап таба алмай қаласыз. Зейін тез ауысып, бір нәрсеге шоғырлана алмайсыз. Бұл жалпы сіздің жасым өтіп келе жатыр деп ойлауыңыз мүмкін. Дәрігер ретінде айтсам, ми жасушалары да тироид гормондарын қажет етеді. Гормон жетіспесе, ми жеткілікті энергия алмайды, ойлау процесі баяулайды. Маңызды ескерту айта кетейін, бұл белгі жалпы алжумен немесе деменциямен шатастырылуы мүмкін. Әсіресе 55 жастан асқан науқастарда тексерілмей ем алып жатқандар болуы да мүмкін. Сол себепті бақылап көрген дұрыс. Алтыншы белгі жүрек соғысының өзгерісі. Гипотереоз кезінде жүрек баяу соғады, яғни брадикардия деп атаймыз. Науқас жүрегін баяу соғады, тез шаршаңқымын деп айтатын кездер болады. Ал гипертереоз кезінде жүрек тым жылдам соғады, яғни тахикардия болады, немесе аритмия болады, тез соғады, кейде кеудесі қысылуы мүмкін. Тироид гормондары жүрек бұлшық етіне тікелей әсер етеді. Сондықтан қалқанша без жүрек аурулары ретінде жасырын жүруі әбден мүмкін. Дәрігер ретінде айтсам, жүрек жиілігі бұзылса, ЭКГ-ден басқа ТТГ тапсыруды міндетті түрде сұраңыз. Кейде кардиолог пен эндокринолог бірге жұмыс жасауы керек болады. Және жетінші белгі тері және дауыстың өзгерісі болады. Гипотереоз кезінде гормон аз бөлінсе, тері өте құрғақ болады. Жылтырын өзінің эластикалығын жоғалтады, бет ісіңкі болады, әсіресе таңертеңгі уақытта, дауыс қырылдайды, өзгереді және қаш шеті жіңішкереді, түсетін болады. Ал гипертереоз кезінде тері жұқарады, жылтырайды,
шамадан тыс терлеу болуы мүмкін. Маңызды ескерту: беттің ісінуін адамдар жиі бүйрек мәселесі деп ойлайды, бірақ таңертең бет пен қол ісінсе, гипотериоздың да белгісі болып қалуы мүмкін. Сондықтан барлығын жан-жақты көру керек. Және соңғысы, 8-ші белгісі, бұл ең көзге көрінетін белгі, зоб деп айтамыз. Зоб бұл қалқанша безінің үлкеюі, мойынның алдыңғы жағында ісік пайда болады. Жұтынғанда немесе мойынды бұрғанда байқалуы мүмкін. Зоб неден болады? Бұл біріншіден йод жетіспеушілігінен болады. Ең жиі себебі бұл және қалқанша без йодсыз гормон өндіре алмайды және компенсаторлы түрде үлкейетін болады. Екінші, аутоиммундық ауру, иммундық жүйе өз безіне шабуыл жасайды. Үшінші, тироид түйіндері кейде қатерсіз, кейде тексеруді қажет ететін түйіндердің әсерінен болады. Маңызды ескерту айта кетсем, мойында кез келген ісік немесе түйін болса, дереу эндокринологқа барыңыз. Бұл жағдайда кешіктірмеу керек. Кешіктірмей емді жасаған дұрыс. Ендеше 8 белгіні қайталап кетейік. Бірінші, себепсіз салмақ өзгерісі. Екінші, жеңілмейтін, бітпейтін шаршаңқылық. Үшінші, суыққа немесе ыстыққа шыдамсыздық. Шаш түсуі, тырнақ сынғыштығы. Бесінші, жадтың нашарлауы болады. Алтыншы, жүрек соғысының баяулауы, бұзылуы болуы мүмкін немесе көтерілуі мүмкін. Жетінші, тері мен дауыстың өзгерісі. Және 8-ші, мойынның ісінуі, зоб десем болады. Егер осылардың үшеуі және одан да көбі сізде болса, эндокринологқа барып тексерілгеніңіз дұрыс. Ендеше медикаментозды емес емдеу жолдарына келейік. Дәрігер ретінде айтсам, дұрыс тамақтану мен өмір салты кейде дәрімен тең келеді. Бірінші кезекте тамақтануды дұрыстау керек. Йод деп айтсам болады. Бірінші тамақ. Йод бұл қалқанша безінің негізгі отыны. Оларға бізде теңіз балығы кіреді, семга, хекс, скумбрия аптасына 2 рет жесеңіз болады. Теңіз өнімдері, оларда да аш-шаян, мидия бар. Йодталған тұздар, ас тұзын тек йодталған тұзға алмастырыңыз, және теңіз балдырлары. Қалқанша безіне пайдалы микроэлементтерге келсем, селен, олар Бразилия жаңғағы, күнбағыс тұқымы балықтың құрамында болады. Селен Т4-ті Т3-ке айналдыруға көмектеседі. Және мырыш, ет, бұршақ, тауықтың құрамында болады. Бұл тироид гормондарын реттейді. Және үшінші, темір, анемия, гипотериозды күшейтеді. А витамині және төртінші, сәбіз, асқабақ бауырдың құрамында болады. Шектеу керек тамақтарды айтайын. Шикі брокколи, қырыққабат, бұлар гой-трогендер, яғни йодтың сіңуіне кедергі жасайды. Пісірілген түрінде зиянсыз болады. Және соя өнімдері артық мөлшерде зиян болып табылады. Және тазартылған қант пен ұн қабыну процесін күшейтеді. Екінші, дене белсенділігі, күнделікті 30 минут жаяу жүру зат алмасуды жеделдетеді. Йога мен медитация. Екінші, стресс, кортизол, тироид гормон тежейді. Және ауыр жүктемелерді дәрігермен ақылдасып бастаңыз. Үшінші, ұйқы режимі дұрыстау керек. Күніне 7-8 сағат толыққанды ұйқы бұл гормондардың қалпына жалпы келуіне көмегін береді, өте маңызды болып табылады. Төртінші әдіс бұл стрессті азайту, яғни созылмалы стресс қалқанша безінің ең үлкен жауы. Кортизол гормон тироид функциясын тежейді. Демалыс, хобби, бұлар ем болып табылады. Бесінші, зиянды әдеттерден бас тарту, ең бастысы темекі. Темекі қалқанша безінің гормон өндіруіне кедергі жасайтын бірден бір зат. Маңызды ескерту, енді келесі кезекте дәрілерді ешқашан өзіңіз тағайындамаңыз. Бұл тек эндокринолог дәрігердің міндеті. Бірақ мен сіздерге жалпы ақпарат ретінде дәрілерді айтып кететін боламын. Бірінші, гипотериоздың емі, ең негізгі дәрі левотироксин, L-тироксин деп аталады. Бұл адам денесі өндіретін Т4 гормонының синтетикалық нұсқасы. Дәрігер дозасын қан анализіне қарай беретін болады. Өмір бойы қабылданып қалуы мүмкін. Сіздің анализ көрсеткіштеріңізге байланысты. Ал гипертиреоздың емі тиреостатиктер, артық гормон өндірісін тежейді. Оларға тиамазол, пропилтиурацил сияқты препараттар кіреді. Және радиойод терапиясы безді бөлшектейді. Үшінші, хирургиялық ем, яғни ауыр жағдайларда бездің бір бөлігін немесе толығымен алу ұсынылатын болады. Тексеру үшін міндетті анализдерге ТТГ,
тиреотропин гормоны скрининг анализіне кіреді. Т3, тироид гормондары және антидене анализдері антитп аутоиммунды ауруларда жоғарылайды. Ультрадыбыстық зерттеу. Төртінші бұл без структурасын тексеру үшін керек. Дәрігер ретінде айтсам, ТТГ бұл ең алғашқы тапсыратын анализ. Кез келген поликлиникада жасатуға тапсыруға болады. Қалыпты нормасы 0,4 пен 4 аралығында болады, бірақ лаборатория нормасын ескеру керек болады. Қымбатты көрермендер, егер бүгін айтылған белгілердің бірі немесе бірнешеуі сізде немесе жақын адамдарыңызда болса, не істеу керектігін білмесеңіз, маған тікелей жаза аласыздар. Жалпы мен онлайн консультация жүргіземін. Сіз үйден шықпай-ақ анализ нәтижелеріңізді, белгілеріңізді маған жіберіп, жеке кеңес ала аласыздар. Онлайн консультацияға жазылу Instagram парақшамда доктор Суханберлі деген парақшада сілтеме осы видеоның сипаттамасында. Инстаграмда да мен жалпы күнделікті денсаулық кеңестерін, жиі қойылатын сұрақтарға жауаптарды, маңызды медициналық ескертулерді үнемі жариялап отырамын. Сіздерді Инстаграм парақшамда да күтемін. Сілтемен сипаттамадан табасыздар. Маңызды ескерту, осы жерде айтсам, онлайн консультация бұл жалпы медициналық бағыт-бағдар беру үшін жедел немесе ауыр жағдайларда жақын медициналық мекемеге немесе жедел жәрдемге хабарласыңыз. Ендеше бүгінгі видеоны қысқаша қорытындылай кетейін. Қалқанша безінің бұзылуының 8 жасырын белгісін айттық. Бірінші себепсіз салмақ өзгерісі, екінші жеңілмейтін ұзақ уақыттық шаршаңқылық, суыққа, ыстыққа шыдамсыздық, шаш түсуі, тырнақ сынғыштығы, жадтың нашарлауы, жүрек соғысының бұзылуы, тері мен дауыстың өзгерісі және мойынның ісінуі. Есіңізде болсын, бұл белгілер өздігінен өтпейді. Мәселе ерте анықталған сайын сіздегі ем оңай болады. Бүгінгі видео пайдалы болды деп ойласаңыз, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз және осы видеоны анаңызбен, апаңызбен, жақын достарыңызбен бөлісіңіз. Бұл белгілер олардың денсаулығына қатысты болуы әбден мүмкін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазыңыз. Барлығына жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар, денсаулық бәрінен де қымбат.